Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге номері 5-ші диеталық таңғы асты ұсынамын. Пайдалы әрі тез дайын болатын сұлы жармасын жасаймыз. Ең бірінші ыдысымызға 250 мл суымызды құямыз. Суымызды қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін үстіне 125 грамм сұлы жармасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне 250 мл сүтімізді құямыз. Бір ас қасық қантымызды, шым-шым тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. 10 минутта біздің кашамыз пісті. Кашамыз піскеннен кейін ыдысымызда 10 минут қалдырамыз. Ыдысымызға салып, үстіне кішкене май қосамыз. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі жемістермен әсемдесеңіздер болады. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.